Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 105-ші сабағымызды бастаймыз. Өзіңді тексер, нені үйренгеніңді тексересің. Бірінші есеп, нұсқаларды таңдап алу тәсілімен есептерді қалай шығаратынын білемін және түсінемін. Егер сандағы барлық цифрлар әртүрлі болса, онда 5, 3, 1, 7 цифрлардың көмегімен барлық екі таңбалы сандарды жаз. Мысалы, бірден бастайтын болсақ, 13, 15, 17, 31, 35, 37, 51, 53, 57, 71, 73, 75 деп жазамыз. Екінші есеп. Есеп шығарған кезде түсімділіктің формуласын қолданамын. Есепті шығар, қолданған формуланы жаз. Ауданы 5 гектар алқаптан жиналған қызанақтың түсімділігі 140 центнер гектар. Ал ауданы 7 гектар алқаптан 20 центнер гектар болды. Екі алқаптан барлығы неше центнер қызанақ жиналды. Бірінші ауданы бар, оның түсімділігі де жазылған. Екінші ауданы бар және оның түсімділігі жазылған, барлық массасын табу керек. 140-ты 5-ке көбейтеміз, 700 центнер болады. 120-ны 7-ге көбейтеміз, 840 центнер болады. Оларды қосамыз, 1540 центнер шығады. Жауабы, екі алқаптан барлығы 1540 центнер қызанақ жиналды. Үшінші есеп, геометриялық бас қатырғышқа талдау жасай аламын. Текше жазбасының оң жағында оның әртүрлі бағытта бұрылған бейнесі берілген. Суреттегі текшенің жазбасына қарап, сұрақ белгісімен қандай жұмыс жасалғанын анықта. Мысалы деген, алмұрт деген, алмұрттың бас жағына қарайық та, ол қалай қарап тұр? Мысалы, суретке қараймыз. Алмұрт деген оңға қарап тұр, оның оң жағында мына жерде бізде алмұрт бар. Сондықтан мына жерде алмұрт деп жазамыз. Келесі, мынау деген төмен қарап тұр. Төмен қарап тұратын болса, оның жанында алма болады. Егер төмен қарап тұратын болса. Одан кейін солға қарай қарап тұр. Солға қарай қарап тұратын болса, онда мына жағында апельсин болады. Сондықтан апельсин деп жаздық. Мінекей. Біріншісінде алмұрт, екіншісінде алма, үшіншісінде апельсин болады. Төртінші есеп. Екі дененің қозғалысына берген есептерге теңдеу құра аламын. Есепті теңдеу құрып шығар. Бірінші желаяқ спортшының жылдамдығы 4 метр секунд, ал екіншісінің жылдамдығы 2 метр секунд. Неше уақыттан кейін желаяқ спортшылардың ара қашықтығы 80 км болады. Біріншісінің жылдамдығы бар, екіншісінің жылдамдығы бар. S 80 метр, уақыт табу керек. Бұл жерде жылдамдығын азайтамыз, 4-ні 2 азайтамыз, сосын уақытты көбейтеміз, сонда ара қашықтығы шығады. 4-ні 2 алғанда 2 болады. Одан кейін x табу үшін 80-ді 2-ге бөлеміз, ол бізде 40-қа тең болады. X орнына 40-ты қоямыз, екі жаға тең, жауабы 40 секундтан кейін желаяқ спортшылардың ара қашықтығы 80 метр болады. Бесінші есеп. Есепке графиктің дұрыс сызылғанын тексере аламын. Есептің шартын оқы. Ол графикке сәйкес келе ме? Есептің шартын графикке сәйкес өзгерт. Есептің сұрағына жауап бер. Бір қаладан бір уақытта бір бағытқа қарай жеңіл машина және жүк көлігі шықты. Жүк көлігі 60 км/сағат, ал жеңіл машина 120 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін олар бір-бірінен қандай ара қашықтықта болады? Мына 180 км дегенді көріп тұрмыз. Бізде мысалы ол жүк көлігі де 180-ге келіп тұр есептеген кезде. Ол 3 сағат жүретін болса, мінекей 3 сағат байқап тұрмыз. Оны жылдамдығы 60 км/сағат. Енді жеңіл машинаның жылдамдығын табу керек. Ол 200 км жүрген, 2 сағат жүрген, 200-ді 2 келгенде 100 км/сағат шығады. Жауабы, бір қаладан бір уақытта бір бағытқа қарай жеңіл машина және жүк көлігі шықты. Жүк көлігі 60 км/сағат, ал жеңіл машина 100 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін олар бір-бірінен қандай ара қашықтықта болады дейді. Мінекей біздер деген есептің шартын түзедік. Оны деген осылай график арқылы тексердік. Енді осы шартына сәйкес есебімізді шығарайық. Біріншісінің жылдамдығы 60 км/сағат, екіншісінің жылдамдығы 100 км/сағат, уақыты 2 сағат, біздер S табуымыз керек. Олай болса жылдамдығын азайтамыз. 100-ден 60 азайтқан кезде 40 шығады, 40-ты 2-ге бөлгенде 80 км болады. Жауабы, 2 сағаттан кейін олар бір-бірінен 80 км ара қашықтықта болады. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.